Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының филиалы Батыс Қазақстан облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты жанында 2015 жылдан бастап математика оқулығы жобасы іске қосылды. Жобаға zko.ipk.kz сайтында арнайы бет ашылды. Кабинет жасақталды, жұмыс тобы құрылды. Жобаның мақсаты Қазақстан Республикасындағы жалпы орта білім беру мектептерінде математика пәнінің оқытылуын жақсарту. Қазақстан Республикасының білім беру жүйесі қалыптасқан кезеңнен бастап бүгінгі күнге дейін математика оқулықтарының аса мол қоры жасақталды. Бүгінгі таңда математика оқулығы кабинетінде 130 оқулық бар және сайтқа 145 оқулықтың электрондық нұсқасы жүктелді. Осы уақыт аралығында кабинетке Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының басқарма төрайымы Гүлназ Кенжетаевна Ахметова, Ақтөбе және Атырау облысы бойынша филиалдардың директорлары, шетелдік әріптестер Александр Штольценбург, Элке Винтер, Жайық пресс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Жантас Сафулин келді. Математика оқулығы жобасының кітапшасы дайындалды. Кітапшада жобаға қатысты барлық мәліметтер жинақталды. Алдағы дамуы үшін, яғни жобаның 5 міндетін орындау үшін жоба жұмысын Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының басқармасына табыстаймыз.